10 мажар түрктанушы ғалымы, қоғам қайраткері Иштван Қоңыр Мандокидің туған күні. Október 16-a és 22-e között vendégeskedett Kazahsztánban Egri Sándor vezetésével a Karcagi Pusztaírók, a Nomád Hagyományőrző Egyesület 6 lovasa és a nagyhévi 12 éves lovasakrobata Pető Vanda. Ол барлық саналы ғұмырын мажар және күллі түркі халықтарының қандас туыс жұрттар екендігін дәлелдеуге арнаған ғалым. Өз еңбектерінде түркі халықтарының салт дәстүрін, мәдениетін, ұлттық ділін зерттеп, тың жаңалықтар ашқан. Қоңыр Мандоки 1944 жылы Мажарстандағы екі үлкен өзен Дунай мен Тиса арасындағы Кіші Құман өңірінде дүниеге келген. Ол әкесінің "Сенің тегің қыпшақ, тамырың ұлы далада, қолың жетсе шығыстағы арман болған ұлы далаға бар" деген соңғы өсиетін жадында мықты ұстайды дейді ғалымның жары Оңайша Мандоки. Ғалымның көз тірісінде оны ақш, Түркия, тағы да басқа көптеген елдер студенттерге дәріс оқуға шақыратын. Бүгінгі күні де ғалымның еңбектеріне арналған үлкен конференциялар, жиындар өтуде. Ғалымның 16 000 кітабы мен қолжазбаларынан тұратын бай рухани мұрасын ғалымның жары Оңайша Мандоки ханым Халықаралық түркі академиясына өткізіп берген. Сонымен қатар ғалымның атында Алматыда мектеп бар екендігін естеріңізге салғымыз келеді. Ал Мажарстан астанасы Будапешт қаласында ғалымның тұрған үйінің маңында арнайы мемориалды тақтайша орнатылған. Ғалым түркі халықтарының тілін білумен бірге ағылшын, француз, орыс, моңғол тілдерінде меңгерген. Тіл үйренуге деген тума таланты, ерекше дарыны болған.